بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد القائل في قوله الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Әлхамдулилlah, ислам ғылымдарының ішінде шоқтығы биік, өресі жоғары, мәртебелі ғылым санатына жататын, Алла тағаланың хақ кәләмі Құран кәрімге қызмет ететін тәжуид ілімінің алғашқы сабақтарын бастағалы отырмыз. Ендеше сізбен біздің осы бір шарапатты ілім аясында сабақ оқып, ілім мәжілісін құруымызға мүмкіндіктер беріп атқан Алла тағалаға сансыз шүкірліктер болсын дейміз. Тәжуид ілімін бастамас бұрын осы ілімге байланысты оның тарихы, даму кезеңдері және тәжуид деген қандай мағына беретін ілім екендігін қысқаша кіріспе ретінде сіздерге ұсына кетуді жөн көріп отырмыз. Тәжуид ілімін бастамас бұрын біз оның даму тарихы және тәжуид ілімінің мағынасына қатысты еңбектер туралы қысқаша сіздерге мағлұмат бере кетуді жөн көріп отырмыз. Өздеріңіз білетіндей, Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам дүние салғаннан кейін мұсылман жұртшылығын басқару билігі сахабалардың қолына өтеді. Алғашқы халифа Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анхуның кезеңінде басталған ұлы жорықтар, имандылыққа шақыру ізгі істері кейінгі халифалар дәуірінде де өзіндік жалғасын табады және үздіксіз кеңейеді. Осы кезеңдерде ислам мемлекетінің қол астына қараған халықтар мен ұлттардың қарасы күн санап арта түседі. Және олардың дін қабылдауда ең бірінші үйренетіні ислам дінінің қайнар көзі болған Құран кәрім еді. Әрине олардың ең алғашқы үйреніп білетін ең құнды дүниесі исламның қайнар көзі болған Құран кәрім екендігі белгілі. Міне осы Құранды оқу, жаттау, түсіну барысында оларға өзіндік қиындықтар туындайды. Себебі Құран кәрім Алла тағаланың қасиетті кәләмі араб тілінде түскендіктен, ал араб тілі болса дүниеде күрделі тілдердің бірі болғандықтан бұндай қиындықтың туындауы заңдылық еді. Міне осындай қиындықтар Құран кәрімді үйренуде, жаттауда туындаған күн тәртібіндегі мәселелер кейінгі халифалар заманында да жалғасын тауып отырады. Айталық, мынау 4 исламдағы үлкен халифадан кейінгі билік тізгінін ұстаған Муауия ибн Аби Суфияның уақытында да осындай жағдайлар орын алады. Кейбір адамдардың Құран кәрімді қате оқып қоюы, сол арқылы Құранның мағынасы бұзылуы сынды оқиғалар орын алады. Мәселен, мынандай жағдай болады. Бір кісі Құран кәрімдегі мына аятты қате оқиды. Астағфируллах, иннама яхшаллаха мин ибадихил уламау деген. Осы аятты ол иннама яхшаллаху мин ибадихи ал-уламаа. Яғни уламау деген сөзді уламаа деп оқиды. Яхшаллаха деген сөзді яхшаллаху деп оқиды. Осы арқылы мағына бұзылады. Бұл жердегі мағына Алла тағаладан, Алланың пенделерінің ішінде ең көп қорқатыны ғұламалар, алымдар деген сөз қате оқылады. Яғни осы мағына бұлай өзгереді. Алла тағала өзінің пенделерінің ішінде алымдардан, яғни ғұламалардан ең көп қорқады деген мағынаға айналып кетеді. Бұл әрине үлкен мағына. Лахн жали дейді тәжуид ережесі бойынша, яғни харекелердің өзгеру арқылы мағынаға әсер ететін жағдай орын алады. Осы жағдайлардың барлығы халифаның құлағына жеткеннен кейін халифа Муауия сол кездегі Басраның әміршісі Зият ибн Әбих деген кісіге жарлық түсіріп, осы Құран кәрімнің мағынасы өзгеріп жатқан жағдайды оңалтуды, яғни Құранға байланысты сол кездегі мұсылман емес халықтардың Құранды дұрыс оқу үшін белгілі бір Құранға қызмет жасау керектігін тапсырады.
Осылайша бұл кісі сол кездегі тіл ғалымы және Құран кәрім ілімін жақсы меңгерген Абул Асуад ад-Дуали деген кісіге тапсырма береді. Құран кәрімдің харекелеп шығуды. Өйткені бұл жерде хареке себепті мағына бұзылып жатыр ғой. Лахан жали. Хареке себепті мағына бұзылып жатыр. Сол үшін ол кісіге Құрандағы әріптерді харекелеп шығуды, аст үстіне фатха, касра, дамма қойып шығуды тапсырады. Абул Асуад ад-Дуали осы харекелерді қойған кезде оны нүкте қылып қана қойған дейді. Нүкте. Қазіргідей былай сызық қып тартпаған, нүкте қылып белгілеген. Мынау фатха, мынау касра деген орнына нүкте қойған. Бұл қазіргі фатха, касра, даммалардың рөлін атқарған. Бірақ осы нүктелер бәрібір жаңағы әріпті ажыратуға септігін тигізе алмайды. Абул Асуад ад-Дуалидің осы Құран кәрімге жасаған ұлы қызметінен кейін уақыт өте келе тағы да мұсылмандар арасындағы әріптердің орнын ауыстыру, әріптерді қате дыбыстау сынды қателіктер бәрібір жалғасын табады. Осы мәселені шешу үшін Хаджаж ибн Юсуф, Ирактың әміршісі, сол кездегі атақты алым, тіл маманы Асим деген кісіге тапсырма береді. Ол кісі Құран кәрімнің әріптерінің аст үстіне белгілер қойып шығады, нүктелер қояды. Яғни бәнің астына бір нүкте, нон болса үстіне бір нүкте, тә болса екі нүкте, сә болса үш нүкте деген сияқты солай нүктелер белгілейді. Осыдан кейін барып ажамилердің, яғни араб емес халықтың Құран кәрімді оқуына, үйренуіне жеңілдіктер туындайды, дұрыс оқуына жол ашылады. Ал кейін бұны Халил ибн Ахмад деген кісі ары қарай дамытып, жаңағы харекелерді мысалы созып, ұзартып, және олардың хареке мен әріптің нүктесін бөлек-бөлек, біреуін жасыл сиямен болса, біреуін қызыл сиямен, біреуін көк сиямен белгілеп, одан сайын Құран кәрімді оқып үйренуге жеңілдіктер туындатады. Сондықтан мынау тәжвид ілімінің алғашқы пайда болуы, немесе тәжвид ілімін ең алғаш қағаз бетіне түсірген ғалымдар кім деген сұраққа жауап беретінде ислам тарихшылары ең бірінші Абул Асуад ад-Дуалиді айтады, және Халил ибн Ахмад сынды ғалымдарды айтады. Осы Құран кәрімнің алғашқы тәжвид ілімінің қалыптасуына жол ашқан, тәжвидті ғылым ретінде ілім саханасына алып шыққан кісілер деп осы кісілерді айтады. Одан ары қарай Құран кәрімді мынау күнделікті оқуға ыңғайлығы бір айда бір рет, жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисіндегідей Абдулла ибн Амр деген сахабаға айына бір рет оқы дейді ғой, солай тапсырма береді. Бірақ ол өзіне сол кездегі тақуалығына байланысты аптасына бір рет хатым жасап тұруды Алла елшісінен сұрап алады. Сол бір айда бір рет хатым етіп тұр деген сөзіне қарап, Құран кәрімді 30 параға бөліп шығу, одан кейін ол әрбір параны 2 хизбқа бөлу, 2 бөлік 10 беттен. Одан кейін әрбір хизбті 4 рубуққа бөлу. Рубуққа бөлу негізі бұл намаздарда оқу үшін. Бұрынғы адамдар өте тақуа болғандықтан таң намазының бір ракағатына алғашында бір хизбтан оқитын болған дейді. Кейін бір рубуқтан оқитын адамдар болған дейді. Солай. Сол үшін бір ракағатқа бір рубуқтан оқу үшін бір рубуғыңыз мөлшермен 2,5 бет төңірегінде. Осын оқып шығу үшін осылай Құран кәрімді оқу бөліп оқуға жеңілдік жасау үшін өстіп Құран кәрімді параға, хизбқа, рубуққа бөліп шығады. Осылайша біздің заманымыздағы қазіргі Құран кәрімнің үлгісі пайда болады. Біртіндеп жаңағы оқу жағынан, тыңдау жағынан болсын, үйрену жағында жеңілдіктер болсын, тәжвид ілімі Құран кәрімге аз-аздан қосыла келе, қазіргі біздің қолымыздағы Құран кәрім жарыққа шығады. Дегенмен тәжвид ілімі, тәжвид деген атаумен басқа ислам ғылымдарының қатарынан ойып тұрып орын алған кезеңі хижрияның 4-5 ғасырларына тура келеді. Сол кездегі тәжвид іліміне, немесе қираат іліміне қатысты жазылған еңбектерден тәжвид деген сөзді байқаймыз. Алайда зерттеушілер тәжвид деген атаудың ең алғаш сахабалар заманында орын алғанын айтады. Мысалы, атақты қираат алымы сахаба Ибн Масғудтың сөзінде «Жауадул Құр'ана ва зайянуху би ахсанил асват» деген машһүр сөзі. Құранды тахсин қылыңдар, яғни Құранды көркемдеңдер, безендіріңдер. Ва зайянуху, және оны ең әдемі көркем дауыспен әсемдеңдер деген сөзінен алынды деп айтады. Сол кезде жауада южауиді тәжвид деген сөз шығады ғой бұдан енді.
осы сөзімен байланыстырады. Ал Ибн Мас'уд барша мұсылман жұртына белгілі қираат алымы, атақты ілім иесі болған сахаба. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның худул Құр'ан мин арбаа, Құран кәрімді 4 сахабадан алыңдар деген 4 сахабаның біреуі. Кімде-кім Құран кәрімді Алла тарапынан түскендегідей кемел түрінде оқып үйренгісі келсе, Ибн Мас'удтың қираатында оқысын деген мәшһүр хадистер бар. Демек, Ибн Мас'удтың осы жауаду деген сөзінен кейінгі алымдар тәжуид деген сөзді алғандығын зерттеушілер жеткізіп отыр. Ал Ибн Мас'удтың хижрияның 32-ші жылы қайтыс болғандығын ескеретін болсақ, мына тәжуид деген сөздің ғылыми атау ретінде кітаптарда қолданылғаны 5-ші ғасыр дедік жаңа мысалы. Арада бір 3 ғасырға жуық уақыт өткеннен кейін барып, осындай тәжуид іліміне байланысты жазылған кітаптарда қолданыла бастаған. Олай болса, осы бір үлкен ілімнің, Құран кәрімге қызмет ететін танымал ғылымның аты болған тәжуид деген сөздің негізгі мағынасы не және оның қамтитын тармақтары қандай деген мәселеге келесі сабағымызда тоқталайық.